Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып оқушылары, бүгін біз 1-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалардың есептерін шығарамыз. Бұл бізде жалпы нұсқасы. Менің каналымда 1-ші және 2-ші нұсқасы болады. Сол үшін каналыма тіркеліп, 1-ші есептен бастап шығарамыз. 1-ші есеп: өрнектің мәнін тиімді әдіспен табыңыз дейді. Есептің берілгенін жазып аламыз. 5084 көбейтілген 24 қосылған 976 көбейтілген 5084 тең болады. Енді оқушылар, бұл жақта қараймыз. Бізде бірінші өрнекте де, екінші өрнекте де 5084 деген сан бар. Яғни оны біз жақшаның сыртына шығарып жазсақ болады. Сонда 5084 жақшаның ішінде не қалады? 24 қалады. Қосылған 976 тең. Енді мына жаққа өздеріңіз черновик арнап қойсаңыздар болады. Мен дәптердің шетіне жаза беремін. 24 пен 976-ны қосып аламыз. 976 қосылған 24. 6-ға 4-ті қосамыз, 10 бір ойда. 7-ге 2-ні қосамыз, 9 ойдағы мен 10 бір ойда. 9-ға 0-ді қосамыз, 9 ойдағы мен 10, я 10. Сонда 5084 көбейтілген 1000 екен. 1000 тең болады. Енді оқушылар, өзіміз көбейтеміз, немесе мына жақта осылай, егер қандай да бір санды мынанда 10-дық санға, 10-ға, 100-ге, 1000-ға көбейткен кезде осы санның өзін құр жаза салсақ болады. 5084 деп. И одан кейін мына келесі тұрған санда мысалы қанша 0 бар, тек қана ол мынандай алдында 1 деген саны барларға ғана жарайды. 2 болса уже жарамайды. Санаймыз: 1, 2, 3, 0 бар. Мына жаққа 1, 2, 3, 0-ді қосып жаза салсақ болады. Келесі екінші есеп: теңдеуді шешіңіз және тексеруді орындаңыз дейді. Есептің берілгенін жазып аламыз. 24 қосылған 78 азайтылған m тең болады 36. Ең алдымен жақшаның ішіне тиіспейміз, оны осылай көшіп жазамыз да, теңдіктің сол 10 жағында қалдырамыз, 24-ті теңдіктің 10 жағына жібереміз. Сонда 78 азайтылған m теңдіктің сол жағында қалады, 24-ті теңдіктің 10 жағына азайту таңбасымен жібереміз, себебі 24-тің алдында бізде плюс таңбасы тұр. Егер минус таңбасы тұратын болса, оны мына жаққа қосу таңбасымен жіберетін едік. Сонда 36 азайтылған 24. 78 азайтылған m тең болады. 36-дан 24 азайтсақ, 6-дан 4 азайтсақ 2, 3-тен 2-ні азайтсақ 1, 12. Енді бұл жақтан m-ді табамыз. m тең болады. Сонда 78-ден 12-ні азайтамыз. 78 азайтылған 12 m тең болады. 8-ден 2-ні азайтамыз 6, 7-ден 1-ді азайтамыз 6. Сонда m бізде 66-ға тең екен. Енді тексеріп көрейік. 24 қосылған 78 азайтылған 66 тең 36. 24 қосылған 8-ден 6-ны азайтсақ 2, 7-ден 6-ны азайтсақ 1 тең болады 36. 4-ке 2-ні қоссақ 6, 2-ге 1-ді қоссақ 3, 36 тең 36. Есебіміз дұрыс екен. Есеп: көрермендер залында 360 орын бар. 42 адамнан тұратын 8 топ өз орындарына отырғаннан кейін неше орын бос қалады дейді. Сонда есептің бірінші берілгенін жазамыз. Барлығы бізде қанша? 360 орын. 42 адамнан тұратын 8 топ, сонда 42 адам және 8 топ. Сонда неше орын бос қалады дейді. Неше орын бос. Енді шешуін шығарамыз. Шешуі сонда бізде 42 адамнан тұратын 8 топ болса, онда біз бірінші амал 42-ні көбейтеміз 8-ге тең. Бағандап көбейтсеңіздер болады. 42 көбейтілген 8, 2-ні 8-ге көбейтеміз 6 бірін ойда, 4-ті 8-ге көбейтеміз 32 ойдағы мен 33. Сонда бізде 336 орын
адамдар отырады екен. Ал бізде барлығы 360 орын болғандықтан, онда біз 360-тан 336-ны азайтуымыз керек. Екінші амал 360 азайтылған 336. Сен азайтайық. Мынау бағандап азайтқанды сіздер черновикке бөлік жазсаңыздар болады. Так, 10-нан 6-ны азайтамыз, 4 болады. 6-дан 1-еуін алдық, 5 қалды. 5-тен 3-ті азайтамыз, 2. Мына жақта уже 0 қалды, я. Сонда 24. Жауабы 24 орын бос қалды деп жазамыз. Оқушылар, осымен есептеріміздің барлығын шығардық. Осыған ұқсайтын немесе дәл осы сандармен берілген бақылау келуі мүмкін, сондықтан есепті жақсылап түсініп алыңыздар.